Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Сіздердің назарларыңызға өлшем бірліктерін ауыстыру тақырыбындағы өзімнің іс тәжірибемді ұсынамын. Мақсаты бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытуда өлшем бірліктерін ауыстыру тақырыбын тиімді оқыту жолдарын көрсету, күнделікті өмірмен байланысты тапсырмалар арқылы білім сапасын арттыру тәжірибесімен бөлісу. Күтілетін нәтиже: өлшем бірліктерді дұрыс атайды, өлшем бірліктерді түрлендіре алады, өмірлік жағдайларда өлшем бірліктерді дұрыс қолданады, ББЖМ тапсырмаларын өздігінен орындайды. Өлшем бірліктер әртүрлі амалдар орындау үшін, шамалардың мөлшерін анықтау және салыстыру үшін қабылданған бекітілген стандартты өлшемдер. Өлшем бірліктердің аудан, жылдамдық, ұзындық, масса, көлем, уақыт, тағы басқа болып бөлінетінін білесіздер. Өлшем бірліктерді түрлендіру үшін бір өлшемді басқалармен өрнектей алу қажет. Мысалы, 9 тоннадан 400 килограммды азайту үшін 9 тоннаны килограммға айналдырып аламыз. 1 тоннада 1000 килограмм болса, 9 тоннада 9000 килограмм болады. Одан 400 килограммды азайтсақ, 8600 килограмм шығады. Ұзындық бірліктерінің ара қатынасын есте сақтау. Оқушыларға ұзындық бірліктердің ара қатынасын есте сақтау қиын болғандықтан, мен өз тәжірибемде осы сызбаны қолданамын. Практикалық дағдыны жетілдіру сәтінен күнделікті математика сабағында есептер шығара бергеннен басқа, осындай практикалық тапсырмалардан тұратын сабақты ұйымдастыру балаларға анағұрлым пайдалы және тиімді болып саналады. Сонымен қатар, математика сабағында әртүрлі қызықты ойындарды қолдану арқылы оқушылардың сабаққа белсенділігін арттыруға болады. Сонымен қатар, өзімнің сабағымда оқу мақсаттарына сәйкес әртүрлі заманауи платформаларды қолданамын. ББЖМ-ға дайындықта есептерді деңгейлеп ұсыну. Бірінші деңгей базалық қарапайым есептер, тек бірліктерді түрлендіру мен есептеу тапсырмалары беріледі. Мысалы, бақшаның ауданы 3 квадрат метр болса, оның ауданын дециметр квадратпен өрнекте деген тапсырмалар беріледі. Арман қарай деңгейлердің мақсатына байланысты тапсырмалар күрделене түседі. Өлшемдерді математика пәнінде ғана емес, күнделікті өмірде қолдана білуде маңызды. Мысалы, дүкенге сауда жасауға барған оқушы 1 килограмм тәттінің орнына, егер ол болмаса, 500 граммнан 2 пакет сатып ала алады және оның бағасын да салыстыра алады. Қорытынды: өлшемдерді ауыстыру оқушыларға дәлдікке, логикалық ойлауға және өмірлік жағдайларға дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі.